Так, бүгін бізде банановый панкейки. Бұған керек заттар 200 грамм банан, примерно 2 штук. Осылай тазалап аламыз. Сосын сүт, барлық керек заттарды астына қалдырып кетем. Сүт 150 мл, сұйық май 30 мл, щепотка соль, 1 жұмыртқа және ұн разрыхительмен мен алдын ала дайындап осылай қойып алдым. Бірінші бананды езіп аламыз. Блендер ештеңе қолданбаймыз. Консистенциясы бұзылып кетеді, сол үшін вилкамен езіп аламыз. Потом 1 штук жұмыртқамызды қосамыз. Одан соң щепотка соль, сұйық майымыз 30 мл өлшеп алған. Одан соң шекеріміз чайный ложкамен 2 қасық. Дәмдірек болсын деп 3 қасық қостым. Жақсылап барлығын араластырамыз. Ендігі кезек сүтімізді қосамыз. Оны да бірінші жақсылап тұрып араластырып аламыз осылай. Енді разрыхитель қосылған дайын ұнымызды себіліп қосып тұрып араластырамыз. Мінекей барлық ұнды қостым. Енді жақсылап араластырамыз. Қоймамыздың қалыпқа киінуі керек.